Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен хит болып жатқан тауық аяқтарынан жасалатын осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Пеште дайындалады, өте дәмді, ерекше болып шығады. Тауық қанаттарын жуып тазалап ыдысқа саламыз. Енді үстінен тоз қосамыз, қара бұрыш қосамыз, 1 шай қасықты толтырмай. Және де 1 шай қасық паприка қосатын боламыз, түсі қызыл болып шығу үшін. Үстінен кептірілген сарымсақ қосамыз, және де сұйық майды құйып, үстінен кішкене кетчуп қосып жіберсек болады. Түсі әдемі болу үшін жақсылап араластырып алып, бір шетке қойып қоямыз. Енді картоптарымызды алып, осылай дөңгелекше етіп, шұқалатып турап аламыз. Сол кезде толық пісіп шығатын болады. Егер қалың қып турап қойсаңыз, ортасы піспей қалуы мүмкін, сондықтан осылай жіңішкелеп турап алыңыз. Табамызды аламыз да астына кішкене май құйып жібереміз. Үстінен туралған картоптарымызды саламыз. Және де бір үлкен пиязды алып, оны да майдалап бөліктерге бөліп аламыз. Осылай турап шықтық барлығын. Сәтті болгар бұрышын алып, оны да осылай ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Болгар бұрышы иісі де керемет, ерекше дәм береді. Видеоның жазбаша рецебін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көре аласыздар. Үстінен 2 дана қызанағымызды алып, оны да майдалап турап аламыз. Достар, менің арнамнан өте керемет тез дайындалатын, сәтті шығатын рецептерді таба аласыздар. Сондықтан да тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Егер видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Барлығын турап дайындап болған соң картопымыздың үстіне саламыз. Енді сарымсақты алып, ұсақ бөліктерге бөліп турап шығамыз. Сарымсақтың орнына кептірілген түрін қолдансаңыз да болады. Барлығын турап алдық, үстінен салып, енді тоз бұрыш қосамыз татымына қарай. Жарты шай қасықтай бұрыш қосамыз. 1 шай қасық паприка саламыз. Үстінен кептірілген орегано қосып жібердім, иісі керемет болып шығу үшін. Жақсылап қолдың көмегімен мыжғылап араластырып аламыз, барлығы біркелкі болып араласып шығу үшін. Барлығын осылай жайғастырып дайындап қойдық. Енді тауық аяқтарын алып, шпажканың көмегімен осылай өткізіп шығамыз бас жағынан. Бұл тауық аяқтарын сеткаға салып пісіретін боламыз. Егер сіздің сеткаңыздың арасы жақын болса, осындай шпажка қолданудың қажеті жоқ. Ол кезде сеткаңызға аяқтарды кіргізіп қоя салсаңыз да тұра береді. Менің сеткаларының арасы алшақ болғандықтан осындай шпажкаларды пайдаландым. Осылай өткізіп алдым, осы шпажканың көмегімен іліп қоятын боламын. Немесе зубочистка қолдансаңыз да болады. Осылай сеткамызды бір ыдысқа қойып қоямыз да, жаңағы тауық аяқтарын осылай іліп шығамыз. Барлығын орналастырып шығамыз. Осылай пісірсеңіздер, өте ерекше болып шығады. Тауық аяқтарымыз қытырлақ сырты, іші жұмсақ тәтті болып шығады. Одан аққан майы картошкаға барады. Сонда өте дәмді тағам болады. Барлығын осылай орналастырып алдық. Енді қызып тұрған 200 градус пешке қоямыз да 1 сағатқа ұмытып кетеміз. Сағаттың ішінде жұмсақ болып шығады. Картопты ең астыңғы бөлігіне саламыз.
ең үстіңгі бөлігіне осылай сеткамызды тауық аяқтарын осылай орналастырып қойып шығамыз. Өте әдемі көрінеді, дәмі де ерекше болып шығады. 200 градуста 1 сағатқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз, өте ерекше тағам болып шықты. Ас болсын, сіздермен болған Мадина.